Әңгімелер адамдарға ойлануға кедергі келтіру үшін ойлап табылған. Әйелдің қартаюы өмірлік трагедия. Басқа адамдарға керек нәрсені мен керемет білем деп ойламаңыз. Тек білгеніңізді бөлісуді ұмытпаңыз. Егер арманыңыздың орындалмайтынына көзіңіз жетіп тұрса, оны бірден тоқтатқаныңыз жөн. Құр үмітпен күн кешудің қажеті жоқ. Өлі адамдар туралы не жақсы, не жаман ой айтылады деген сөз бар. Бірақ мен оны келіспеймін. Өйткені өлі адам туралы болса да, тірі адам туралы болса да, тек шындықты айтқан дұрыс. Қыз бен жігіттің бір-біріне бауыр басып қалуы өмірге деген көзқарастарының бірдей болуынан басталады. Олардың ойлары әрқашан бір жерден шығады. Ендігі жастардың барлық уақыты әңгімеге, жұмысқа, елдің тағдырына кетеді. Әрине, ол өте дұрыс. Бірақ айтыңыздаршы, сол көңілді ме? Өмірде керемет өнер туындыларын ыңғайсыз жерде немесе мезгілсіз уақытта көргеннен асқан қателік жоқ шығар. Шекспир соның кесірінен талай таяқ жеген. Әйелдер әрдайым ер азаматтарынан адалдықты күтеді. Жылағанда жұбанышы, құлағанда қуанышы болғанды қалайды. Қандай да болмасын, шешімді бірге қабылдағысы келеді. Неке махаббаттан да көп нәрсені білдіреді. Ең бастысы сыйластық. Бұл өмірдегі ең үлкен бақытыңыз, бақытты балалық шағыңыз. Адамдарды күлкілі күйінде көрген кезде ғана сіз оларды қатты жақсы көретініңізді сезінесіз. Таңертең оятқышыңыздың шырылдамай қалуы өміріңізді өзгертіп жіберуі мүмкін. Әрдайым дұрыс жүретін адамның өзі де жалықтырып жібереді. Достарды екі топқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі белгілі бір уақытта ғана сіздің өміріңіздің қонағы болса, екіншісі қандай қиындықтар туса да қасыңыздан кетпейтін жандар. Оларды бағалай білу керек. Өйткені олар өмір бойы қасыңызда болмайды. Ақылды адамдар ешқашан ренжімейді, олар нәтиже шығарады. Ақылды адам өз пікірін өзінде ұстайды. Адамның пікірін тыңдамай, ол туралы еш нәрсе айтуға болмайды.